Бата адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Дастархан басында, түрлі жиын тойларда, тағы басқа адам өмірінде кездесер қуаныштарда той иесіне арнап қол жайып бата береді. Сондай-ақ қиын сапар, алыс жолға аттанған азаматына ақ жол тілейтін халқымыздың ежелден келе жатқан кең таралған дәстүрлерінің бірі. Құраң туылған мал болсын, 15-тен жан болсын, күнде қызық той думан, үйлеріңде ән болсын. Бата беретіндер көбіне көптің көзін, көненің өзін көрген, аузы дуалы, сөзі уәлі, ақ сақалды қариялар мен көне көз дариялар. Бата қысылғанда қуат, қиналғанда медет беріп, әрбір іс-әрекетіңе даңғыл жол ашып, бәле жаладан қорғайды деп есептелген. Бата көзі тірілерге ғана емес, әруақтарға да жасалған. Батасыз, тілексіз өмір болмайды. Батамен ел көгереді, жаңбырмен жер көгереді деп халқымыз текке айтпаған. Бата қазақ фольклорының дербес шағын жанры. Ұйқасты, ырғақты болып келетін, тұрақты образдарға негізделетін бата халқымыздың жақсылық пен жамандық, адалдық пен арамдық, обал сауап тұрғысындағы моральдық этикалық түсініктерінің айғағы. Батаны жаңағы Мейрамбек, сен енді өзің үйрендің ғой. Сен өзің мына дастарханға бата бер. Жарылқасын құдайым, тартылмасын мұайым, Мұхаммедтің ан жүресін, қазет әлін білмерсін. Не берсе де Аллах татылықты берсін, ұзын ғұмыр дәулет берсін, сарқылмасын ризық берсін, дастарханға береке өмсін. Аумин.